Сәлем балалар, 2 сыныптың 19 сабағы. Менің атам бүгінгі сабақта кейіпкерлерді сипаттайсың, олардың іс-әрекетіне пікір білдіретін боласың. Нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп көр. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Қайырымдылық бар жерде қатыгездікке жол жоқ балалар. Өзгелер үшін жасалған жақсылық адам жанын нұрландырады, адамдық мәртебесін көтереді. Қайырымды бала, әдепті бала қашанда ата-анасының мақтанышы болады. Ал сен осы сөйлемді қалай түсінер едің? Балалар, Міржақып Дулатовтың "Күлмеңіздер кәріге" деген мәтінмен танысатын боламыз. Міржақып Дулатов ақын, жазушы. Қостанайда өмірге келген. Оның "Оян қазақ" деген кітабы бар. Осы кітап бойынша фильм түсіріліп, қазір бізде елімізде "Оян қазақ" фильмі көрсетілуде. Енді мәтінді өздерің оқып аласыңдар балалар. Балалар мен әкесінің арасындағы қандай сөздерге уәде берген балалардың, әкесінің не деп айтқан, ол балалар оны ұқты ма, ұқпады ма, ақырында қандай болды деген осы мәтін туралы оқисыңдар. Енді шағымданады, арыз айтып келеді, келемеш қылады, ол күліп, мазақ ету. Тапсырма, өзіңнің атаң туралы әңгімеле. Мінезі: атам дана, ақылды, мейірімді жан. Саған қандай ақыл кеңес айтады? Маған әрқашан үлкенді сыйла, кішіге ізет көрсет, достарыңа адал бол деп ақылын айтып отырады. Яғни кейде баласына оны ұмытып та кетуі мүмкін. Бірақ атасы үнемі айтып отырғандықтан баланың есіне бірден түседі. Сәйкестендір. Кейіпкерлер қандай кейіпкерлер бар екен? Әкесі бар, балалар және көршілер. Енді олардың іс-әрекеті қандай? Әкесі: маған да күлер деп қорқамын дейді. Балалар: кісіге күлмеуге уәде береді, бірақ ол уәдесін не істеді балалар? Ұмытып кетті. Көршілер шағымданады, яғни арыз айтады. Балалар, уәде беру дегенді қалай түсінесіңдер? Адамды өзінің адал ниетіне сендіруі, уәде беруі, куә етуі. Біздің қазақтың елінде осындай дәстүрде нанды ұстап, Құранды ұстап, өзінің адалдығына айтып береді. Егер уәде бердің бе, досың болсын, ата-анаң болсын, оны орындау керек. Уәде келесі жолы уәде бергеннен кейін ол адамдар не істейді? Сенбейді. Сондықтан уәделеріңе берік болыңдар. 5-ші тапсырма: кестені толтыр. Кейіпкерлер, жаңа біз кейіпкерлермен танысқан болатынбыз. Енді олардың іс-әрекеттері не істеді, қандай адам, және өздеріңнің пікірлерің. Әкесі не істеді? Балаларына ұрысты, яғни келемеш қылған, мазақтаған жаңа үлкен адамдарды. Қандай адам? Намысшыл, тәрбиеші, әдепті, сабырлы. Сенің пікірің қандай? Әкесі балаларына ұрыспай сабырлы түрде түсіндірді. Көршілері балаларының іс-әрекетіне шағымданды. Яғни қандай адам екен? Жанашыр, қамқоршы, үлкен адамдар қамқоршы болып тұр. Балалардың тәрбиесі дұрыс білу мақсатымен жасалған әрекет деп ойлаймын. Балалар бір кемпірді мазақ етті. Қандай балалар? Әдепсіз, мәдениетсіз, ақымақ деп айтуға болады. Балалар қате әрекет жасады, бірақ соңынан ол қателіктерін түсінді. Балалар қателікті мойындағанда ол үлкен ерлік болып табылады. Үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуды, сыпайы сөйлеп, жақсы қасиеттерді ажыратуды үйреніп алыңдар балалар. Бүгін біз тақырыбымызды осымен аяқтаймыз.